шешім таппай жатқан мәселелерін шешу үшін салық түсімін көбейтіп, осы салықтың түсімін біз алды округтың өзіне қалдырып, ары қарай осы күрделі мәселелерді шешуге жұмсаңыз деп. Бөркөлік елді мекенінен 100 орындық негізгі мектептің құрылысының жобалық сметалық құжаттамалары әзірлеуге 7 миллион теңге қарастырылып, сараптаманың оң қорытындысы алынды. Қосағаш елді мекенінің 1,2 шақырым құрайтын Әбдікерімұлы көшесіндегі жол құрылысы аяқталды. Сонымен қатар Екпінді елді мекенінің Шалқар көшесі, Ақтоғай көшесі, Саттарханов көшесі жалпы ұзындығы 1,4 шақырымды құрайтын 3 көшесіне жол салу жұмыстары жүргізілді. Алатау елді мекенінің 1,3 шақырым құрайтын бір көшесіне, Абай көшесіне аяқ жол салуға аудан бюджетінен 27 миллион теңге бөлінді. Алатау елді мекенінде Мұратбаев көшесін жарықтандыруға аудан бюджетінен 1,9 миллион теңге қаралып, жұмыстар жүргізілді. Екпінді елді мекенінің 4 көшесіне, ол Саттарханов, Шалқар, Ақтоғай, Жайлаубай, Бұлақ көшелеріне ауыз су құбырын тарту жұмыстарына аудандық бюджеттен 75 миллион теңге қаралып, жөндеу жұмыстары жүргізілді. Қорған елді мекенінің ауыз су құбырын ағымдағы жөндеу жұмыстарына аудан бюджетінен 5 миллион 200 мың теңге қарастырылып, жөндеу жұмыстары жүргізілді. Шатыртөбе Қайнар елді мекеніне келетін Тамшылы-Бұлағынан 6 шақырым құбыр тартып, санитарлық аймақты қоршау жұмыстарына аудан бюджетінен 160 миллион теңге қарастырылып, кестеге сәйкес жұмыстар жүргізілген. Елді мекендердің тазалығын қамтамасыз ету үшін 16 миллион 500 мың теңгеге өздеріңіз білесіздер, МТЗ-82 деген тракторды алдық және бір дана муравейный трициклді сатып алынды. Ол енді өзінің жұмысын жасап жатыр, ауылдық округтың әкіміне табысталған. Бөркөлік және Ақмеш шатқалдарына қоқыс тастайтын эко-контейнерлер орнатуға ауылдық округ бюджетінен 5,6 миллион теңге қарастырылды. Екпінді және Қосағаш елді мекендерінің қиылысына бағдаршам орнатуға аудандық бюджеттен 10 миллион теңге қарастырылды.